Şevket'in kızları zın. Ey yürümet hoşum. Al bereketi biz bugün yine Köptülektin toyu dep жатырмыз. Nagaş kelimiz sağına dönme. Bugün rasmen Köptülektin toyu eken ağayın. Бағана осында дүбірлі құдашайды басқарып тастап, үйге барып, бәріміз білетін Фейсбукқа кіріп отырсам ағайын. Мынау аймақта Көптілектің тойын тойлап жатыр екен. Шын айтамын. Биылғы жылы үкіметтік тойда жаңағы аймақтық арыстан болған Көптілектің тойын аймақта тойлап жатса, біз Секен ағамыздың арыстаны Көптілектің тойын дүбірлетіп тұлбада тойлап жатырмыз. Ендеше той қыласын айтамыз. Ал мінекей ақжаулықты апамыз бастаған Көптілектің нағаштары. Келіңіздер сахна төріне шығып аламыз. Апа денсаулық келе ма? Келіңіз. Ассалаумағалейкум, қымбатты тойшы қауым. Бүгінгі тілеп жатқан тілеулеріңіз қабыл болып, екі баладарыңыз бақытты болсын. Басында кірікке босағада отыра қалған шал бұл неге төрге шығып кетті деп ойламаңыздар. Мына Серікжанның шақыруыменен өзім осы Шипан әулетінің күйеу баласы болғысың, осындай тойға келген жайымыз бар, және кемпіріміз де шет жағасын айтып кетті. Ал енді міне жерге келгеннен кейін біліп те жатырмыз, естіп те жатырмыз, бірақ жаңағы күйеу бала кеп, қыз кеп, дастарханға келді деген соң барып отырып жатырмын. Ал ана құдағидарыңыз менің ең кенже ағамның қызы. Енді сосын кейін құда деп тағы айтылып жатқан жайы бар. Кемпіріміз жаңа мына Ерлан деген бастық айтып жатыр. Оразбайдың немересін деп сол кісінің немересі Оразбай деген кісінің қызы мен кемпір. Осыменен қат-қабат құда болып жатқан жайымыз бар. Серікжан бауырымыз енді бауырдай болып кеткен ардасы жүрген қайын жұрттың бір жігіті. Бүгін бір балаң екі бала болып жатыр. Дендері сау, бастары аман болсын, үлкен азаматтар болсын. Тілеп жатқан тілеулерің қабыл болсын. Әрқашанда қуаныштамыз. Енді мұрат болғанда менің күйеу балам құдаңыз. Енді былтырда тағы да бір құдабақ болған жайымыз болған. Енді тағы да ұрпақ, өсіп ұрпақ мың жасайды деген осы. Сондықтан екі баламыз бақытты болсын, дендері сау болсын, тілеп жатқан барлық ағайындардың тілеуі қабыл болсын. Аман болайық ағайын. Рахмет. Әмин. Ал құдекеңе бір. Орамал тон болмайды, жол болады деген шашым мұтып бара жатыр екен, алып кетсіздер мен Серікжанға табыс етейін. Әй бәрекелді мінекей. Нағашыны қараңыздаршы мінекей. Қонақ болып бүгіндерде марқайған екенсіз. Құда болып қайын жұрттың төріне кеп шалқайған екенсіз. Қазақ күйеу кәрдейсе құда болады дейді, шынымен қартайған екенсіз. Bir қошемет ұрып қойыңыздар. Ал ақ тілекті жалғаймыз. Тойшыл қауым сіздерге жалынды сәлем жолдаймын. Енді құрметті сіздер біздің ақтас шаққанымызға келіп отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Енді мен сіздерге енді екі бала бақытты, екі босаға сен қалаулы адам болып үлкенді сыйлай кішіні білен отырсын деп айтамын. Екі босаға сен ұзақ өмір сүрсін. Әмин. Ал енді ассалаумағалейкум, төлші қауым, күллі көпшілік, күллі күйеу бала, қарындастарым, тойдарыңыз тойға баса берсін, екі бала бақытты болсын, шаңырағы шай қалмасын. Бұл той деген көпшіліктің тойы. Менің күйеу балам менен қарындасым тойымыз көпшіліктің тойы, көпке арналған. Әр той баса бер, екі балам бақытты болсын, шаңырағы шай қалмасын, әрқашанда халқына қалап, елеуге азамат болсын.
Әмин. Ал бақын ағамыз. Ассалаумағалейкум. Жалын сәлемін жолдаймын. Және де тойшы қауым, мына келіп жатқан жаңа құдалар, және де ағайын туыстар. Келгендеріңізге көптен көп рахмет. Және де мына біздің екі жиеніміз, әрқашанда екі баламыз бақытты болып, аман есен, дендері сау болып, керегелері кең, шаңырағы биік болып, мықты екі азаматымыз аман есен болып, атпайлар болып жүре берсін. Ал енді секең, күйеуің қабыл, бәрімізге бірдей мықты болып осындай адамдар тойлата берсін. Әмин. Бір орама сон болмайды, болмаса да жол болмайды деген секілді бір ағаштар атынан шашуымыз бар. Осыны секең күйеуге табыс етейін. Ал жақсы, нағаштар ақшашы өтті. Ал нардай нағашылары той иесін ұсынып жатса, нағашы жеңгелері Амангүл мен Калима ханым ортадан екі жасқа алып келген арнайы той шашу сый кәдесі бар екен. Той түрін жастарға жеткізіп берсеңіздер, Амангүл мен Кама. Ал бар той түрін жастарға табыс етсеңіздер болады. Ал біз ортадан бір қысқадан нұсқа бір ойын жүргізейік. Бұл ойынға қатысуға мен ешкімді шақырмаймын. Бірақ ортадан сұрақ қоям. Осы сұраққа жауап берген кісілер келе бересіздер. Жауабын білетіндер келіп, мынау жерден сыйлықтарыңызды алып қайда бересіздер. Келістік қой. Ал жақсы енді. Бірінші сұрақ бұлай болсын. Бірінші сұрақ. Сұрақтың жауабын білетін кісілер қол көтерімізді сахнаға келеміз болды. Сыйлықты аламыз, қайтамыз. Еш қиыншылығы жоқ. Ал бірінші сұрақ бұлай дейді. Қай айда 28 күн бар деген сұрақ бар екен. Қай айда 28 күн бар? Білетін кісілер сахнаға жүгіріп келе береміз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші болады. Төрт жігіт келді. Қай айда 28 күн бар? Барлық айда. Барлық айда? Екінші айда. Екінші айда? Екінші айда? Барлық айда. Барлық айда. Отырамыз. Барлық айда 28 күн бар. Сенбесеңіздер бүрсігін осы айдың 28 болайын деп тұр. Ал кетті, келесі сұрақ. Келесі тұра береміз. Сен не ұрысып жүрдің ананы? Ал жақсы, келесі сұрақ. Бұлай дейді. Сіздікі, сіздің өзіңіздікі, бірақ басқалар керектенеді. Ол не дейді? Мысалы менікі, сіздер керектенесіздер. Ана, құдағи, келіңіз ауылдың. Келіңіздер. Және жақсы болды. Келіңіз, сізді алдымен шақырдым, сізден бірінші сұрайын. Жігіттер күте тұрады. Ал жақсы, сұрақ тағы да бұлай айтып қояйық. Сіздікі, ол сіздікі, менікі. Бірақ басқа кісілер керектенеді. Ол не дейді? Қазіргі жағдаймен екі жігіттен жауап аламыз. Бірінші Анар құдағидан аламыз. Үндемейміз. Ал жақсы, енді қалың кісінің ішінен расымен енді алдымен жүгіріп келу мүмкін емес. Не? Адамның есімі. Есім? Адамның есімі. Үшеуі де дұрыс. Қошемен тұрып қоямыз ағайын. Тұра береміз. Ал келесі сұрақ бұлай дейді. 4 қызметші, 1 басшы, ол не? 4 қызметші, 1 басшы. Білетіндер келсін. Жаңа құдалар жақтан. Келіңіз құда. Үндемейміз. Ал құда айтамыз. 5 саусақ дейді. Қабылдаймыз, тұра берсек болады. Басқа кім біледі? Асың, келіңіз. Қол көтеріп отырмыз, не болса да келеміз. Ай, кел, кеу. 2 қол, 2 аяқ бас. 2 қол, 2 аяқ бас дейді. 2 рет келдің ғой, енді қабылдайық. Жақсы, не? Стол мен орындық. Жақсы, қабылдаймыз.
Орындық. Керемет енді. Орындық қана болатын. Айсың отырамыз. Асың тұра тұрамыз. Енді жігіттер көбейіп кеттіңдер ғой, достардан бір отырмыз, екі отырмыз, үшеу отырмыз. Ал ойындың екінші айналымында сыйлықты береміз, ана жақ шетте отырып аламыз. Енді бұлай бәріңіз тұрасыздар, ойындың екінші айналымы. Бағанадан мен ән айттым, енді сіздер ән айтасыздар. Келістік қой. Қар өлең, ақ өлең, қазақ өлең, моңғол өлең, орыс өлең, әңгіл өлең, не тіл бар содан айта берсек болады. Бірақ жаңғыз ғана шарт бар, Қытайда болса болады, рұқсат алады. Жаңғыз шартымыз бар. Мен кез келген 42 әріптің ішінен біреуін айтам, сол әріптен басталатын ән айтамыз. Келістік қой. Мысалы, А дейтін болсам жаңағы адырға баққан қой семізей деген сияқты кете береміз деген сөз. Бір таман таяп тұрып алыңыз. Мен мынадан микрофонды алып болайын. Бәріміз сейіп тұрайық. Сіз мына бұрышына қарай тұрып алыңыз. Бұлай қарай жиылып тұрамыз. Енді осы жігітті сыйғызып жіберейін деп тұр. Ал бірінші адам бастаймыз енді. Аузым көшіп барады, қызылғасым жайлауында. Ай керемет, Айт дегенде өлеңді баярым жоқ. Ай керемет, Ақ қуым менің, ақ гүлім менің, ғашығым менің, ақ құлым менің. Бұл күйеу әрине сөйтіп айтуға тиісті. Қошемет, Алматының күндері ай, Ай керемет, аспанға қараймын жұлдыз. Керемет, Алтыным жүзіңнен гүл күйрелеген, арайлы кірпігіңнен бір ұшқын шашып өтті, сүйгілі ғашық етті. Өтірік соқпа. Жұлдызым. Барамыз, отырамыз. Ауылым астағарман, Тамаша, анашым әлдилеген, өлең күйменен. Тамаша, Алауса қыз едің бір кезде, бақытты болыңдар болу. Керемет, Қайдамыз, Баған кейін башта барында. Керемет, Балқия. Керемет, Барадай оғалым көшіп қалмады. Тамаша, Бақана келетін, Бақытты болдыңдар. Оны айтып қойды, енді бір. Барадай аузым көшіп. Тамаша, Сөйлем, сөйлемсің. Керемет, Сағындым сені. Сағындым еркем, Сездім махаббаттың күші. Тамаша, Seviyorum seni ama buna değil. Ай керемет, түрікше, Sulğu su іздеген, Керемет, сағындың бар. Тамаша, Түсіндімейміз. Қайда жүрсен Ай, отырғандар бір жерімізді қысып отырамыз, аузымызды жауып отырайық. Қазағымның жігіттері, бабамыздың сөзі. Керемет, Қара жорға болмаса бидің сәні кетіп. Тамаша, Қаратаудың басынан ей күш келеді, күшкен сайын бір тайға күш келеді. Тамаша, Қостары созылды. Ай қошемет, жалғастырамыз жігіттерден. Жаңбыр жап, бәрінде тұрмайды. Жаным бeni istersen bu hayattan. Жар, екі бақыт. Керемет, Жас едім өмір еркін бөлдім ана. Тамаша, Ләйлау төктүлен. Ай керемет, екі жігіттің біреуімен қоштасамыз. Роза. Бір.
2. Раушангүл, сен неткен әдемі. Керемет қабылдай. Раушангүл, роза, роза, роза. Бар ма сондай? Бар шығар дейді, өзі де білмейді. Жақсы, мен осы екі жігіттің ортасына ғана жіберейін. Қазіргі жағдаймен екеу шығып жатырсыз. Ш әрбі. Тымарау деп шақырсам шықпа үйіңе. Шымкенттің қыздары зың. Ай, керемет, қош еңбек. Шудың бойында сені іздедім. Керемет, ш. Шыңынды өскен астардан, ой, немір шыңар үргіруге. Керемет. Шыңғыл ғайып ендесем. Шыңғыл ғайып, ой. Да. Да, әрбі. Бей салдым ай. Керемет, ма. Мама, мама. На. На әрбі. Наурыз, наурыз, құтты болсын наурыз. Керемет, Әй, әнге салдым әй. Керемет, Жарығың сыйлады сені. Ай, керемет. Енді ең қиын әріптен кетеміз. Я. Я? Я. Япырмай сол қыздай, қарақат көзі сол қыздай. Я. Я. Емма сол. Емма хол. Керемет бар. Я. Я бар ма? Я жоқ. Я жоқ па? Я бар ма? Яңа хай, яңа шүкет. Керемет, қабылдаймыз, жақсы. Отырамыз енді. Құданы құрметтеп, бір рет ұрымы жол беріп алып қаламыз да, па әрпінен бастап кеттік. Па. Пай черектен қазақтың қыздар. Келіңдер ай деп па. Па. Пай. Пай, пай, па. Пай, арал бар ма айдай. Керемет, па. Па. Па әрпі, па. Папа, бірдемен бар ма жоқ бол. Бірдеңең бар ма жоқ бол дейді. Шарт қабылдаймыз. Керемет, не сұрап тұрсың? Ал кеттік, та. Та әрпі, та. Терезеңнің жақтауына ойып жатырма. Та. Ауасынды бүлдірген. Керемет, та. Та әріпінен бастаймыз. Туған жер өстік әрі қашан. Керемет, 4 жырының сыйлығын береміз. 4-ші орынның сыйлығы. Бәрекелді 4-ші орын, бірдеңеміз бар осы бізде. Ал бұлай қарай тұрамыз міне жерге. Енді бұлай етеміз. Осы жол әнді қоямыз да, мен қай әріп айтам, сол әріптен басталатын зат мына жерден тауып алып келеміз. Келістік қой. Ал кеттік. Музыка қойымсаң, мына кісілер билеп басын дене қыздырып. Сіздер билеп тұрасыздар, мен кез келген бір әріпті айтамын, сол әріптен басталатын зат тауып алып келеміз. Г әрпінен басталған нәрсе тауып алып келеміз. Г.
Ay dünyeni bildirmeyimiz. G. Niye bozuldu ekelindir deydi. G koy, G harfi. Gülge gelidin G. Stop tura veriniz. Ar oylandık, ber oylandık, kuda niye geldik? Gümüş. Gül. Gül mü ne? Gül de ustamaptı hele. Men G harfini ayttım. Üçüncü orunun sıylığın bir islamız. Üçüncü orun Kuda. Kudaga hoşemet bolsun dagayın. Al otura versek болады. Endi sizler soңғы zot taup alıp kelesizler boldu. Al biyleyiniz. Ey giremeyiz. Şap. Hop. Ye harfinden basılgan narsa taup alıp kelemiz. Stop tura veremiz endi. Жақсы керемет. Не келдік? Ет. Екі деген етік деп келді. Бірінші орын сыйлығын береміз. Бірінші орын анар құдағи. Сізге қошемет. Екінші орын күйеу бала ауылдың қошемет ағайын сіздерден болсын. Ал тамаша ойын ойнап, орнамызды толтырған ойыншыларға мың алғыс. Біз келесі құнды тілегін ойынырмай жалғайдың. Әулеттің бұрыннан қыз алысып қыз беріскен барша Сарсүйек құдаларына шақырамыз. Келіңіздер, тамаша тәттілік. Сарсүйек құдалардан болсын. Келіңіздер. Әл мінеке Ақбас дадаларымыз, ақ жаулықта абаларымыз жалғастырған әулеттің Сарсүйек құдалары. Осы ауылдан бұрыннан қыз алысып қыз беріскен құдалар. Келіңіздер, тамаша тәттілік сіздерден болсын. Ел ағалары, ақсақал даталарымыз бастап қажыларымыз жалғап жақсы тілегін арқалап келе жатқан Сарсүйек құдаларға қошемет ағайын сіздерден болсын. Сарсүйек құдалар шығып келгенде жаңа құдалар шошып кеттіңіздер ме деген бір атташтыңыздар далаға. Үзгіс уақытта арнайы айтамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Бүгінгі барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын, әр қадамдарыңыз Алланың нұрын жаусын, барлықтарыңызға болай жағдайлар қызығын бақыт берсін. Бүгінгі құдамыз сәлсәлжен, одан бақытты болсын, тілеуім қабыл болсын. Айтылған ақсарбас тойымыз, көкқасқа сайған тойымыз, тоқым қабыл болсын бүгін істеген тойымыз. Бүгінгі балалардың Оқу көпшіліктің батасы бар күнімізді тілеміз қабыл болсын. Амин. Онынан тоңылмайды жол болады. Сен және екі жасымызды кішкене шашуымызды соны табыс етейін. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Сіздерге бүгінгі күннің жарым сәлемін жолдаймын. Ал енді бүгін мына Секен баланың құдамыздың бір баласы екеуі болды. Ақтүйені қарды жарылған көр той үстінде отырмыз. Ал енді Секенмен мен құда болғаны бір жылға тола қойған жоқ. Ал Секе, ал енді мына құда болып жатқандарыңыз тағы біздің дегеніміз. Ана құдағиыңыз менің құдағам, екі жағыма бірдей. Екі жақтан айтарым, екі балаларыңыз бақытты болсын. Біреулеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Қосылып жатқан қос баланың махаббаттары бал болсын, ырыздығы мол болсын демекпін. Ал енді Секе, мына өзіміздің ауылдың аз ғана шашуы бар, сол шашуды қабылдап болсын. Ассаламағалейкум, маса қадірменді Секудің тойына жинанған барлық көпшілік қауым, сіздерге бүгінгі күннің жалынды сәлемін жолдаймын. Ең әуелі біз енді мына Сарсүйек құдалар атынан шығып тұрмын.
өткен өмірден бір екі естелік айтайын деп тұрмын, құлақтарыңызды салып тыңдасаңыздар. Дәл мына сөйлеп тұрған мына азамат мен мына осы Шыпаң ауылында әсіресе жаңағы бір жігіт айтты ғой, Қауан Оразбай Тоқыр Нәжікеш деп. Сол Нәжікештің ең үлкен апайы, ағасы Қорғанбай деген кісінің қызы Тыштық деген апамыз, біздің ең үлкен апамыз. Яғни менің әкем, әкемнің әкесі Оразалы, Оразаның шешесі сол мына кісілердің ауылының қызы. Бір кезде Оразбай Ақсақал мен Қауан Ақсақал келіп біздің шаңыраққа келіп, әкеміз бен шешеміздің қолынан дәм татып, сендер біздің жиенімізсіңдер деп отырғанда біз қалай жиеніміз екен деп ойлап жүріп едік. Содан тарихты зерттеп келгенде амалсыз біз осы ауылға жиен боламыз. Мен осы ауылдың тегеншарымын. Ұқтыңыздар ма? Осындай жақсы қасиет әулет жалғасқан ауылымыз. Екіншіде, мен өз басым осы ауылдың азаматтарымен бірге өсіп өндім. Әсіресе мына Секудың туған ағасы Семсекқа марқұм екеуміз. Ұзақ жылдар Қызыл Ту бірлестігінде Үштауат деген маманмен екеуміз бір тақтайда қатарлас жұмыстас болдық. Әркез ойымыз сәйкес бірге жүрдік. Ол кісі өмірден ерте кетті. Міне және Рахим апайымыз мұнда Жомарт пен Талғат екеуге мына Секудың тойын гүлдендіріп жатыр. Талғат жаңадан би билеп жатыр. Мен қатты разы болып отырмын. Адамның өзі сөзде ұрпақ өлмесін дейді. Міне екі бауырымыз бізге бала болған осындай азаматтар міне тойды жандандырып жатыр. Аман жүріңдер қарғыдар. Екінші, енді мына және Тоқыр атамыздың өзі менің әкеммен жас болған. Сол кісінің міне Ожын атамыз дейді. Тоқыр атамыздың Әмірхан мен екеуміз мына соңғы жылдары еңбек қамқорлықта yaşап бөлімінде бірге қызметтес болдық. Менің қасымда жүрді. Бауырым болып өскен осындай мықты бір жақсы қасиеттер болды. Ожын Ақсақалым Мұрат деген өздеріңіз білесіздер. Ожын Мұрат деген екеуміз бір мектепте бір ортада отырып жүрдік. Осындай қатынастарымыз бар. Мәңгілік. Ана төргі дастарханда отырған сіздердің құдадарыңыз, яғни біздің ауылдың Оразалы Туғанбай, Шүкірбай ауылының бүткіл азаматтары той дастарханда отыр. Сол кісілердің шашуы маған арқалап табыста деді. Осы шашуды сіздерге табыстап берейін. Мына Секумен мен Секудың тойына қайда болса да келейін деп жүрегімнің төрінде жүретін. Себебі және Көктайдың өмірге келген сол баспалдағынан бастап біз жазғы көрші болдық. Жаз жайламыз бірге отырдық. Мұнан Секумен Майгүл екеуі қандай жақсы жанұялары болды. Қарап отырсыздар, бүгін міне Көктайы өмірлік серігін тауып той жасатып жатыр. Секудың жаңағы Көктайдың қай жұтуда жаман ауыл емес екен. Біздің Ботағараның, яғни немересі Нұратамыздың ұрпағы екенін сұрастырып отырсам. Ана құдадарымыздың әкесі Жәлел деген ақсақал атақты ақбапкер болған. 1971 жылы мына кісінің қарагер аты Сұмының 50 жылдық тойында осы тобаның бас бәйгесін жеңіп өткен тарихы бар. Шынында құдадар, бауырдарым. Шынында міне осындай. Осындай секте жақсы әулетпен құда болып жатыр екенсің қарғам. Майгүл екеудің бақыттысыңдар. Дендерің сау болсын, той тілеулерің жалғаса берсін, аман есен болсын. Көктай, сүйген жарыңмен бақытты өмір сүр. Жасың ұзақ болсын, той тілеулерің тойдан тойға, тілеуден тілеуге, дастарханнан дастарханға жалғаса берсін деген тілегімді айтып, жәнегі ауылдың үш әулеттің дастарханға дастархан тойға келген шашударыңызбен қабыл етейін. Мен бауырым әнсәр мына қабылдатыңыз түркен солай. Қайырлы кеш құрметті тойшы қауым. Сіздерге бүгінгі күннің жарым сәлемін жолдайын. Ал енді жаңа ағамыз айтып жатыр. Ал жақсы, жаңағы Сұмын түбі 5-ші бақ деп шақырдық. 2-ші бақтан тілек айтылмай қалған сен айтып келіңіздер, тамаша тілекті жолдай кетіңіздер. Көршілер Сұмын түбі 5-ші бақ айтылды, тағы да тамаша тілегін жолдайтын. Әрине той төрінен Секең бүгін той қылып қосылып жатқан бастары бақыт тілеп жастарға ашық болсын деп аспаны той төрінде отыр екен. Секеңнің мынау достары қайда кеткеніңіздер ғана кейін.
Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Сіздерге бүгінгі кештің жанды сәлемін жолдаймын. Ал енді мына Серікжан Мая істеп жатқан тойларың құтты болсын. Ал енді мына той жасап жатқан Серікжан екеуміз туған бөлеміз. Енді ана біреу білет, біреу білмейді. Мына үйленіп жатқан Көптілек деген бала осыдан бәленбай жыл бұрын дүниеге келгенде осы мына тойда отырған біреулер бар, біреулер білмейді. Қазіргі енді осыда отырғанда мына Тәбет ағамыздың апайы және қыз беріп жатқан мына Ботақара Нұра ауылының Жеңісқан деген кісінің кемпірі осымыздың барлығымыздың көптілек тілеген тілеуімізде деп дүниеге келгенде Көптілек деп атын қойған. Ал енді сол көптілегіміз міне Аллаға жеткізіп бүгінгі күні ер жетіп, сіздердің дүзбадарыңыз бой жетіп, Алланың қалауыменен, өздерінің таңдауыменен бүгінгі күні махаббаттар қосылып жатыр екен. Осы махаббаттары сайырдың бегіндей, тұлғагөлдің тұнығындай мәңгі болсын деген тілегімді айтайын. Ал енді мына қыз беріп жатқан Нұра ауылы, мен жаңа Серікжанмен бөлегенмін ғой. Сол жаңағы Ботақара Нұрадан Берімнің ауылының Құсықбай деген ауылынан жиені боламыз. Серікжан екеуміз туған бөле боламыз. Бүгінгі күні енді Серікжан сіздерге жием болса бүгінгі күні құда болып жатыр. Осы құдалығы 1000 жылдықтың мәңгі болсын, балалары бақытты, бақыттары баянды болсын деген тілегімді айтайын. Ал енді мына жаңағы біздің бөледер міне жаңа Тасан құда айтып кетті, Селтер марқаммен бірге жұмыстадық. Осылай деген жаңағы Селтер марқаммен өмірден ерте өтті, ат бұяғын тай басар, жас өт жарғы байып дейді. Алдағы табой сол Селтер марқамның екі күні бүгін ер жетіп, мұқтым Қазақстаннан келіп, тойды қыздырып, бүгінгі күн енді ана жоқымыз мына құдалыққа барып келген жатыр екен, мұқым ана қаладан келген екен. Қуаныштамын, осы бөледерім аман есен болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Осы балаларымыз бақытты болсын. Ал енді Талғат қарғам, сен енді тойды қыздырып жатырсың. Сонда бүгінгі күні бір әнді айтып, қыздырған үстіне қызыр деген тілем тағы осы айтып кетейін арқам. Ал енді тілеулес болып осы тойға келіп жатқан барлықтарыңызға рахмет. Бүгін Серікжанның осындай той қонысы барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызда бола берсін. Аман есен болыңыздар деген тілегімді айтайын. Мен жаңа бір жағы бөле жағынан, екінші бағаттан шығып тұрмын. Екінші бағаттың әкімі Манас деген бауырым шығып отыр, ана аяққа отырған дастарханда отырмыз. Енді сөзін жалғастырып, ән шашуын айтып берсін. Той шашусыз болмайды, бел асусыз болмайды. Екі бөліп келе ғой, бөле жегенше бөле жеп шашыңды ала ғой. Ал келіңіз сізге тойды дауыс шашуыңызды қабылдаңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым, құда-құдалар, ағайын туыстар, құрбан халқым. Жәңгілеу жатқан кіші болған дейін текіммен бір көктал, текіммен майданың достары боламыз. Достарыңа көрсетесіңіз. Кей көктей болам, үйленіп бақытты бол, енді аман есен бол. Әрқашан тәңірің биік болсын. Аман есен ортамызда ойнап күліп жүре бер, мықты азамат болу. Той болмаса кәшімді табыс етейік. Ассалаумағалейкум, қадірменді осы біздің Тұлбашсыманның 6 бақыт халқы енді бүгінгі болып жатқан тойдарыңыз құтты болсын. Ал енді Секе достым, енді мынау мен мынаған бір жағы замандаспыз, бір жағы енді мына кісінің үйіші маған нағашы болып келеді. Мен шешемді жаңасыңыз, өздеріңіз біліп отырған шығарсыздар. Оның сыртында мына кісі дос, біз енді бір жылдың тойлымыз. Ал енді Секе енді бүгінгі түсіріп жатқан екі балапаным енді құтты болсын, бақытты болсын. Үлкен ақбасты ата, ақсақалды ата, ақбасты ана болсын. Ал енді бүгін істеп жатқан тілеуің қабыл болып, енді мынау жаңа мынау кішкене қысқартып айтып тұр. Мынау тік тұрады. Мынау былай нәрсе. Ал енді мынау достарының атынан енді бір анау өзін артшат деп жатыр екен. Біз енді бейіммен билеп бірақ шығамыз. Біздің бір неше жігіттің арасында бір үшкет жігіттен ағапты, енді одан басқа сол болады ғой деп отырмыз. Бірінші, екінші соса Секе, басқа достарыңыз жоқ. Қажымқан деген біреу мас болып қапты да, Сәтсапар деген біреу тас болып қапты. Оған енді Алланың салған, енді оған енді айтар жоқ енді. Ал енді Сәке, мынау енді мына достарың атынан мынау ішінде бір тайым бағасы. Ал енді құтты болсын.
Ал енді біздің ана үйшіміз бері қарай шығып барлығымыз мына жерде бір би. Ал енді тайым құтты болсын, балаңның астынан тұрсын. Қалжа. Ей берекелі қошемет болсын. Ассалаумағалейкум, қадірменді тойға жиналған көпшілік қауым. Барлықтарыңызға ең әуелі бүгінгі кештің жалынды сәлем жолдаймын. Ал енді бүгін біздің мына Құлакөл деген бағымызға Серікжан ағамыз міне Ақсүйенің қарны жарылып, бір баласы екеу болып, бағымызға бір отау құрылып жатыр, адам қосылып жатыр. Қосылып жатқан екі бауырымыз бақытты болсын, шаңырағы кең болсын, екі балаңыз бақытты болсын, ұзақ ғұмыр жас берсін. Осы ата-апалардың сөйлеген кісілердің тілек дұға баталары қабыл болсын. Еліне елеулі, халқына қалаулы үлкен азаматтар болсын деп тілек айтайық. Жаңа той шешуін Мұрат ағамыз сөйлеп беріп қойды. Екінші бақ халық атынан, екінші бақ атынан бір ән шешу тапсыр етті екенсіз. Қабыл алыңыздар. Ән менен болсын, шапалақ сіздерден болсын, ортада би болсын, билеңіздер, тойлаңыздар. Рахмет. Altından patlar sarayım ey, betatlı sarayım. Ақ келініміздің жезделері, Ербол ағамыз. Ал көптілердің жезделері әбігілері келіңіздер тамаша тілек. Той түрінен ақтарып етуге қолымсыз. Ал мұнда келіміздің жезделері ортамызда көптілердің жезделерінен жақсыларын жолдайтын жандар болса келіңіздер. Ассаламағалейкум, Тулақ халқы.
Бүгін түсіп жатқан келіндеріңіз берекелі болсын, тілеулеріңіз қабыл болсын. Мен енді мына түсіп жатқан келіндеріңіздің әкесінің жездесі боламын. Біздің шығып тұрғанымыз осы сол жаңа келіндеріңіздің жездесі, әкелеріңіздің жездесі дегендей. Енді балаларыңыз бақытты, баянды, үлкен азамат болсын. Әрқашанда терезесі тең, шаңырағы биік, босағасы берік болсын. Аман сау үлкен азаматтар болсын. Адам ұрпағымен көркейеді, ағаш бұтағымен көркейеді дейді. Секен құда бүгін ұрпақтарымыздың көркейіп жатсыздар. Ұрпақтарыңыздың мол болсын, осындай той тілеуде әрқашанда кез келуді Алла тағала нәсіп етсін. Бел асусыз, киім тең жағасыз болмайды дейді, азғантай осы жезделерің үшін қабыл алыңыз. Ерге красавчиктен аумайтын. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар, құдағилар, барлықтарыңызға жағымызға сәлемін жолдаймын. Тілеулеріңіз қабыл болсын, екі қаладарыңыз бақытты болсын, жырғауыл болып қызықты өмір сүрсін деп тілеймін. Әмин. Ал енді құрметті құдағалдар, барлықтарыңызға бүгін жағымызға сәлемін жолдаймын. Қосылып жатқан қос бауырымыз бақытты болсын, әрқашан халқының қалауы, елдің елеулі азаматтары болсын. Енді екі бауырымызға бақыт тілейміз енді. Ассалаумағалейкум көпшілік қауым. Сіздерге бүгінгі кештің жалынды сәлемін жолдаймын. Осы қосылып жатқан екі бала бақытты болсын, шаңырақтары биік, үлкен азаматтар болсын. Әмин. Ән шашуын Зейнеп орындап береді. Жақсы, ар жақтан көп тілектің жездесі. Ассалаумағалейкум. Аса құрметті туғандардың сәлем жолдайық. Ал енді бүгін енді Сек ағамның үйінде Ақкүйдің қарындасының тойы болып жатыр. Осы тойға келген бата тілегімізге көп рахмет. Аман болыңыздар, деніңіз сау болсын. Бағана шашуымыздегі қай жұртқа қосып беріп қаламыз. Мынау енді ән шашу дейді. Және де Мұрат ағамыз айтып кетті. Талғат айтып болсын дейді. Жақсы енді. Той шашу қайын жұртқа қосып Талғат мырзаға тапсырма беруге келген жездесіне қошемет қойыңыздар мінекей. Ал расымен енді осы той болады деген күннен бастап түн ұйқысын төрт болып аяғы жерге тимей жүгіріп жүрген жандардың мына Шөкен ағамызға қайын қошемет қойсақ болады. Ал тақа келіңіз, енді болса да ән айтпасақ болмайды. Ал бәрекелді, мен бағана тойдың басында айтқам, ән айт дегенде айтпайым деп құтырмайсыз. Бәрібір мынау көктен ұтылғайсыз. Той соңына дейін бір шығасыз, әйде онсыздан құтылмайсыз дегенді мен сізге айтқам. Ал тамаша шашу сізден болсын. Рахмет, көп рахмет. Бақыттарыңызға той құтты болсын, екі бауырымыз бақытты болсын дейді. Ортадан билеп шығайық енді бәріміз. Ағаларымыз енді айт деп тұрғаннан бөліп айтармыз енді.
Рахмет сізге. Той құтты болсын, бауырларымыз бақытты болсын. Жақсы, Татай ағамызға қошемет болсын. Жақсы енді. Мен құтқарғанмен ел құтқар. Рахмет, ал енді мынау енді өзіміздің бауырымыздың тойында үстіп ән айтқымыз келген арман. Көңілі жұмсап кетеді. Рахмет сіздерге. Мына осында отырған ақжаулықты аналарымыздың құрметіне ана туған жыр деген ән айтайық. Ортадан барлығымыз билеп, тойды көңіл өткізейік. Әмин. Ал осыдан кейін Секен ағамыздың достарының ән шашу, би шашу бар екен.
Sekin dostları әніміз бар, биіміз бар, қалып қоймасын деп қайда ескертіп жатыр. Келіңіздер той түрінен өдемен шашу жолдауға сіздерге де рұқсат. Жаңа жезделер жақсы тілеген жолдап бір құда балаға әнін тапсырып кеткен еді. Сол бала келсе де болғандар. Ал келеміз өдемен шашу сізден болсын. Sekin dostlar келіңіздер. Ал біз мұнда асы келгенше екі жастың достарының жақсы тілегін жалғастырайық. Той түрінен тағы да тәтті тілегін арнайтын үлкендер болса, микрофон ашық, аса болыңынан ақ тілектеріңізді, ақ шашуларыңызды жолдай кетуге рұқсат дегенді тағы ескертеміз. Ал ақ келініміздің айгүмістің достары, көп тілектің достары, келіңіздер жақсы тілек сіздерден болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, баршаларыңызға бүгінгі күннің жалынды сәлемін жолдаймын. Балапан құлсын түлесе болар тірнек, балаң өсте елден бата алып жүрмек. Екі жақтың құдаларына Алланың рахымы жаусын, жатыр ғой балаларының тілеуін тілеп. Баталарыңыз бүгінгі қабыл болсын. Баталарыңыз бүгінгі қабыл болсын. Батаменен ел, жаңбырмен жер көгереді. Достардың шашуын, ән шашуын Еркамамет нұрландай сері жігіттері алып келіп отыр. Жатқанда сезім бүрлеп, бақыт гүлдеп. Екі жастың шаңырағы биік, керегесі кең бола берсін. Нұрлы аспаны айында күн күлімдеп. Екі жастың жолын үйленбеген жастарға берсін. Жастар өтсін соларға бақыт тілеп. Әрине той болмасан шашусыз болмайды. Достар атынан бір тай. Ай, бәрекелді құмдай керемет. Өткір ойымен, жақсы тілмен жеткізген асабалдарыңызға қошемет болсын. Ал ақ келінің достары жақсы тілек жалғай кетіңіздер, артынан бірден ән шашы өрнеміз. Аз жақсы сонда. Ассалаумағалейкум, құрметті барша тапшы қауым. Сіздерге бүгінгі күннің жалынды сәлем жолдаймыз. Ал ендеше бүгінгі үйленіп үй болып жатқан екі досымыз бақытты болсын. Ал енді Көкетай досымыз үйленеді дегеннен бері Көкетай досым арнап шығарған біраз антай тақпағын бір рет соны оқып берейін. Досым менің кластасым, құрдасым. Бөліп ішкен жандар едік бір қасым. Тілегімді өлең қылып өрейін, жиылған жұрт құлақ салып тыңдасын. Бала кезде бірге жүріп ойнадық, бұл өмірдің қызығына тоймадық. Нағыз достың болыппыз ғой үлгісі, өткен күнге қарап тұрсам ойлап. Отбасылық өмірің тұр сән құрып, өмірлерің тұр güzel, тұрсын әркеш жаңғырып. Бүгінгі той құтты болсын құрдасым, жарың менен бақытты бол мәңгілік. Бірге жүрміз өмір атты сапарда, ешқашанда қиындыққа маталма. Ең бақытты әке болшы досым-ау, үміттерді қоса берші қатарға. Бағың сенің кетпесінші басыңнан, сыр болмасын әйеліңнен жасырған. Ешқашанда уайымдама жасыма, табылатын достарың бар қасыңда. Bere.
Ассалаумағалейкум, құрметті екі жастың жастығына игілігі келген тойшыл қауым. Енді мына бір қасиетті күнде осы жастардың қуанышы деп алыс жақыннан ел асып жер асып келіп отырсыздар. Әр басқан қанаттарыңыз алғаныңыз жолсын. Біз осы дәулеттің келін кластастары боламыз. Өгейден келіп отырмыз. Көп рахмет. Сыйлап жатқандарыңызға өз тойларыңыз ласа берсін. Және де осы екі әулеттің арасында алтын көпір болып отырған осы екі ұларыңыздың қызмет қуанышына өрнектіре беріңіздер. Достарымның атынан, осы айымыздың кластастарының атынан азғана шашуымыз бар. Соны табыс етейік, және де қазақтың қара домбырасымен бір күйіміз бар, қабылдаңыздар. Сіздердің назарларыңызға қазақтың танымал композиторы Нұрғиса Әбдендиевтің күйі «Әлқissa» деген керемет шығарманы беруге тырысайын, қабылдаңыздар. Hadi onu asıl sıra olduğuna geldiğince kuramaların elimden şaşırdım. Dayımız mı?
Әке, sen аш бер қараңыз, түсіріп алайын. Бір, екі, үш. Сіздің алыс отырсыз. Amin olsun endişe. Amin. Assalamualaikum құдаларым, құрметпен Аштабада сұрағаным, бұл құрметті ала жастың ұзағынан, жастардың бағы жансын чырағынан, түтіні түзу үштің тұрағынан, босағасы берік болсын, екеуі бір-біріне серік болсын, асымыз ортаймасын чарамыздан, құрмет көрейік осы екеуі баламыздан, әмин деп көтерген білегіңізді, бір Алла қабыл етсін тілегіңізді. Алла. Сарсия құралардан келесі осыны басын. Bismillahirrahmanirrahim. Evvel olayım oldu, kızıl olsun, olmasın. Bana şakandasına beş yamanlık olmasın. Gözlerim gazsız, köprüklerim kaygısız olsun. Bilev yatkan türevlerim kabul, turatlarına asıl olsun. Екі баланың махаббаты бал болып тұрыстығы мол болсын. Ал келесі басқан болғаса Аллах сақалдарынан болсын. Амин алайын. Сұрасаң бата берейін, үстем болсын берейін. Екі балам бауырым баладырма, бақ берсін, жаза берсін, жазбай берсін. Бақ берсін, көктемде берсін, көктей берсін, бақ берсін, күзде берсін, үзбей берсін. Бақ берсін, қыстай берсін, қыспай берсін. Екі бауырым бақытты болсын, қомжасы ұзақ болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Амин. Амин. Ал сан боласың бодаса. Bismillah olay gelmesin. 10.000 desek mаған берейін бата саған. Алтыннан болсын жаған, күмістен болсын тағын. Бақытты болып өмірде екі бала жолықпасын жаман. Асқаланып басқа матып беріп тілеу қабыл болсын. Амин асқалағаныңыздарға ендеше. Ақкөден бейсенбек құдаларымыз сәлемін айтып, сіздерге той шашуын жолдапты. Тойлары тойлаласын, Аллары бақытты болсын деген тілек айтыпты. Ал алыстан толығыны тойға келе алмаған құдалардың ақ шашуын, ақ сәлемін той иесі қабыл алғайсыз. Жастардан тағы да кірен бар орындасақ деген өтініш қойған екен. Айтамыз ба жігіттер, келіңіздер. Әлі осы тойдың соңғы бір тамаша ән шашу сіздерден болсын. Келіңіздер тағы да бір тамаша жастарымыздан болсын. Шет алмай саған тыңдады, жүрегім мұңын тыңдады. Сағыныш болып келді, таба алмай емін бұлағым. Өртенген сезім бойымда, қанымда қозу болады. Жанымда бір сәт табылсам, мен үшін суда бір бағым. Жанымда тербеп алдаймын, әнімді саған арнаймын. Жалт еткен жарық жалғанда, сен үшін жаралғандаймын. Құс болып ұшып самғаймын, іздеп сені талмаймын. Өртеткен бір баламда, сен
Еңсей бұлақ тамырым, таусылды көзім сабырым, жанымды мен шөлдете, нұрымды күші жарығым. Сабыр қасым мен көңілді, жазатын сенсің бәрі бүгін, сүюмен өтсе өмірде, арманым бар бүгін. Жанымды беріліп балдаймын, әнімді саған арнаймын. Жалт етпей сағынышың қайдасың қасыңа келдік-келме Күші жайып қарсалан арманым сен саған Өзің арнап сүйіктің әсеме өлең саған Sağınışın kaydasın kasımla gille Şöyle karsalam armadım sen salam Yüzün arada suyuktun esine öyle salam Şöyle karsalam gille Sağınışın kaydasın kasımla gille Şöyle karsalam armadım sen salam Yüzün arada suyuktun esine öyle salam Şapalak soğukkandan da şerşerastır koyayım ya Dostlarımız çıkmayalım Al kelesi keremet biylegen Осында ақ көйлек киген құдағиға бірінші бүгін тойдың басынан аяғына дейін әлі билеп жүріп бәлістің бәрі сіз бастадыңыз керемет қошемет. Ал көңілді дастарханның сыйлығын әрине алғашқы болып толмен ордаға би бастап шыққан той иесінің достары қайда отырмыз керек сіздерге болсын мінекей. Ал жасар дастарханның аясында тілегі ақ батасы өзінің ілеске сыйты баршы ағайын ендеше әмин болсын ас қайырып батасын алайық асығысы ауылда дейді ендеше әмин. Жомарт ағамыз ас қайырып батасын берсін деді. Әмин алтыстан келдіңіз, үлкендер жолын берді, ас қайырып батасы сізден болсын. Амин десеңдер бата, қолдасын қыдырата, өмірін қияласын, көшпен ұяласын. Келін жас қолымыз бақытты болып, әрқашан шаңырағында шаттық, береке бірлік болсын Аллах. Әмин. Осыменен ағайын қояйық тойдың бүткесін, қазақтың тойы бітпесін, тойды жалғай ағайын.